Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында бұрын соңды болмаған оқиға тіркелді. Осы елді мекенде теміржолшы болып қызмет атқаратын Дәулет Мұздыбаев туралы 102-ге жасырын хабарласып, теміржолшының қару оқтарын заңсыз сатып жатқан туралы жалған ақпарат береді. Осы хабардан кейін отбасымның береке қашты деген Дәулет Мұздыбаев қаз 365 порталына хабарласып мән-жайды айтып берді. 2025 жылы 21 сәуірде сағат 17:32-де Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы полиция бөлімшесіне белгісіз адамнан анонимді қоңырау түседі. 102-ге хабарласады. Ол кезде мені, яғни Мұздыбаев Дәулет, қазір барсаңыздар жұмыс орнында заңсыз мылтық оқтарын сатып жатыр деген хабарлама береді. Осы хабарлама алғаннан кейін полиция бөлімшесі қызметкерлері шұғыл түрде мен жұмыс орныма келіп, әр адамнан сұрайды, Мұздыбаев Дәулет деген деп сөйтіп мені тауып алады. Сосын жұмыстан маған жолығып, сіздің атыңызға осындай хабарлама түсті, сізді тексеруіміз керек деп. Сосын мен ешқандай қарсылық көрсетпей, жұмыс орнымды көрсетемін. Мен отыратын жерім, мен шкаф тексеріңіздер деп. Ол кісілер видео жазбаны қосып, менің жұмыс орнымды тексереді. Тексеру нәтижесінде ешқандай заңға қайшы айғақ заттар табылмайды. Содан кейін Сұлтанов Ақтілек деген тергеуші полиция қызметкері сол кісі айтады, сіз полиция бөлімшесіне барыңыз, кейбір құжаттармен танысып, қойсыз. Дәулетке қатысты тергеуші құжаттармен таныстырып қол қойған соң үй тексеріледі деп ескерткен. Полиция бөлімшесіне шыққан сәтте оған 102-ге анонимді хабарласқан нөмір жазып алғанын, аудиодағы дауысты тыңдап таныса хабарлауын сұраған. Дәулет аудиодағы дауысты Жаңарқа пайдалану депосында машинист көмекшісінің даусына ұқсатқан полицияға жеткізген. Құқық қорғау органдары Дәулеттің үйіне аудио-видео жазбамен тінту жүргізеді. Балалары папамызды милиция әкетейін деп жатыр деп жылап, әйелін әбігерге салады. Тексеру барысында заңға қайшы зат табылмаған соң полиция кері қайтып кеткен. Осыдан кейін мен үйге кіріп, отбасымен шай ішейін деп бір отырайын десем, келіншегім кәдімгі шок алып қалған ғой жаңағыдан кейін. Үндемейді, қайта жылай береді. Сосын мен 103-ге звондап, скорый шақырдым үйге. Сосын дәрігерлерге тексеріп, давлениесін бәрін тексеріп, былай сөзбен де жұбатты. Осы жағдайлардан кейін Дәулет полиция бөлімшесіне келіп арыз қалдырады. Дәулеттің айтуынша, оның 21 сәуірдегі арызын полиция қызметкері Әбдіғожин қабылдап қолына талон береді. Алайда жарты уақыт ішінде ешқандай хабарлама немесе нәтиже болмаған. Осыған байланысты ол полиция бөлімшесіне қайта барып жүргізілген жұмыстар туралы сұраған. Сол кезде қызметкерлер тарапынан өзіне жәбірленуші емес, қылмыскер ретінде қарағанын айтады. 19 мамыр күні Дәулет полицияға қайтадан арыз түсіріп, 102-ге анонимді қоңырау шалған адамның аудио жазбасын беруді сұрайды. Алайда оған өзіне қарсы қоңыраудың аудиосын полиция қызметкерлер сол күйі бермепті. Қайта сұраған соң полиция бөлімшесінің бастығының міндетін атқарушы Битенов құрылыс жұмыстарына байланысты аудио жазба сақталмаған және біз сізге бере алмаймыз деп жауап берген. Бұл жерде полиция бөлімшесі қызметкерлері бар, басшылары бар. Солардың бәрі бұл қалай болады? Қылмыс істеуге келе ме екен? Соның бәрі бірге жасырып отыр. Дәулет осыдан кейін амалсыз заңгерлермен жұмыс істей бастайды. Алайда одан да түк шықпапты. Өтініш арқылы қайта арыз жазғанда да нәтиже бермеген. Звондаған адамды алдына әкеліп берейін бе? Сосын айттым, маған заң бойынша алып келіңіздер дедім. Маған қазір алып келіңдер керегі жоқ. Оны полиция бөлімшесі шақырыңыздар, тергеу жүргізіңіздер. Маған ең соңында дәлелдеп қағазбен алып келіңіздер деді. Сосын жарайды деп ол кісі кетті. Өйткені Битенов арман айтады, мен Ұлытау ауданына басшылық қызметіне ауысуым керек. Осы сенің өтініш маған кедергі болып тұр деп. Жәбірленуші Дәулет өзінің атына анонимді хабарласып 102-ге өзі туралы жалған ақпарат берген кінәлі жауапқа тартылсын дейді. Алайда оның айтуынша жасырын қоңырау өшіп кеткен. Ол бірнеше рет арыз жазғаннан кейін полиция қызметкерлерінің жазылған жайлы бір бет жауап келген. Аудандық полиция бөлімінің аға инспекторы полиция майорына ескерту берілген жазылған. Ал Жаңарқа ауданының аға анықтаушысы полиция капитаны мен полиция бөлімі бастығының орынбасарына бұрын сөгіс жариялаған аталып өтіп, жаза сонымен ғана шектелгені хабарлаған. Қоңырау шалынған аудиозапис өшірілді дедім ғой. Сол өшірген адам 25 сәуір күні таңертең өшірілді дейді. Оны маған айтқан жаңағы облыстан келген тергеуші Жамбыл Күшек сол айтты, және полиция бөлімшесінің бір қызметкері кадр бойынша орынбасары Исқақов Нұрдәулет деген 25 күні таңертең өшірілді дейді. Енді бұл бұндай айғақты өшіру деген бұның статьясы бар. Өйткені бұл кемінде 5 жыл жаттау керек заң бойынша. Бұны қолмен өшіріп отыр ғой. Тергеу амалдары тоқтатылған. Алайда жәбірленушінің айтуынша полиция қызметкерлеріне бұған дейін де тәртіп бұзған үшін сөгіс жарияланған. Ал бұл жолы оларға тек ескерту жасаумен шектелген. Мұндай шешімге наразы болған теміржолшы Дәулет Мұздыбаев әділдік талап етіп, шын кінәлілер заң алдында толық жауап беруі тиіс дейді. Тексерілген өзекті жаңалықтар қаз 365 порталында арнаға тіркеліп, видеоны бөлісуді ұмытпаңыз.